Қытайдың Гонконг вирусынан қалай құтыламын деген сұрақтарға жауап берейін сіздерге. Ол біріншіден сіздер ағзаңызды толықтай тексертіп алу керексіздер. Міне мынау жапон ғалымдарының ойлап тапқан жарық микроскоп арқылы ағзаңызды толықтай тексертіп, ешқандай заласыз, қан алмай, тек қана саусақты сканерлеу арқылы міне ошаққа қойып, сканерлеу арқылы сіздерге ағзаңызды толықтай тексеріп бере аламыз. Және де ағзаңызда шлак, токсин, құрттар болып жатса, оны да шығару жолы бар. Оның емі шөп, өзіміздің адал қазақстандық, отандық шөп арқылы емдеп бере аламыз. Және де ол емдеу арқылы сіздер бізге көмектесу керексіздер. Сіздер жылы суды күніне 2,5-3 литрге дейін жылы су ішу керексіздер. 10 000 қадам жүру керексіздер кемінде. Және де үйлеріңізді, ауаңызды тазартып, тазалап, жуып отырып, шаңды сүртіп отырып, адыраспандаңыздар, вирустарды өлтіріңіздер үйіңіздегі жүрген. Және де таза ауада көп жүріңіздер. Өздеріңізге де, балаларыңызға да мынау бас салып, жүгіріп, ибуфен дейма, парацетамол дейма, ондайларды ағзаңызды шлак одан заман толтырмай, бүйрегіңізді, өт жолдарын, шек жолдарыңызды, асқазаныңызды және де бауырларыңызды толтырмай, токсинге толтырмай, бірденен осындай шөппен емделсеңіздер болады. Және де қосымша не істейсіздер? Қимыл қозғалыс, жылы су ішесіздер, көп лимон, не қосып, смородина қосып, малина қосып, шай ішсеңіздер көбірек, сұйықтықпен шығады. Және де сорпа ішіңіздер. Сорпа қай түрі болса да адам ағзасынан тез-тез токсиндер шығарудың амалын жасау керекпіз. Және де онымен қоса сіздер қазір квашеный капуста жеңіздер, фасольді алып келіп қайнатып, қызылша қосып, ішіне чеснок, пияз қосып, соны араластырып, тез-тез шығарудың жолын жасау, вирусты шығарудың жолын жасау керексіздер. Ол асқазанға зияны жоқ, пайдасы бар. Сондай жеміс-жидек, көкөніс көп жеп шығарсаңыздар болады. Абай болыңыздар, ауырмаңыздар. Егерде қалай өтем, қай жерде бар десеңіздер, Қазақстан бойынша барлық қалада бар диагностика. Және де толық ақпарат білгілеріңіз келсе, маған жекеме жазып хабарлассаңыздар болады.